Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Қылмыспен күресте қоғамдық тәртіпті бақылауда жергілікті полиция қызметінің жұмысын ерекше атап өтуге болады. 2020 жылда аяқталып келеді. Бүгінгі бағдарламамыздың осы саланың жұмысына тоқтала кетпекпіз. Студия қонағы Петропавл қаласы полиция басқармасының жергілікті полиция қызметі бастығының орынбасары, полиция майоры Сейілбек Думанлы Елжасовты шақырған едік. Сейілбек Думанлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді міне айтып жатырмыз ғой, 2020 жылды бітуге де санаулы күндер қалды. Осы жылдың қорытындысына және осы 2020 жылы мас күйінде рөлге отырған тұлғалар туралы заң қаталдатылған болатын, бірақ ол қаншалықты жемісін берді, осы бағытта қанша заң бұзушылық тіркелді, сол жөнінде тоқтала кетсеңіз. Шынында да осы 2020 жылдың басынан әкімшілік кодексінің 608 бабы бойынша өте бір жақсы бір өзгерістер енгізілді. Ол өзгерісті айта кететін болсақ, осы автокөлік жүргізушілері рөлге мас күйінде және нашақорлық сондай жағдайда отыратын болса, автокөлік рөліне, ол 15 тәулікке қамауға алынады және өзінің автокөлік рөлін жүргізу куәлігін 7 жылға дейін айырылады. Ол жақсы өзгеріс деп айтқым келеді, себебі осы жылы жылдың басынан бастап 292 азамат осы жүргізу куәлігінен айырылды және осы 15 тәулікке осы Петропавл қаласы уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Ол өте жақсы бір өзгеріс деп айтқым келеді әкімшілік кодекске. Заң қатаңдалынды, енді осыны ары қарай дамытып, осылай біздің жұмысымызға кішкене жеңілдіктер болады деп ойлаймын. Сонда негізі бірінші ұсталған адамда бірден қамауға алына ма, немесе ескерту беріле ма? Жоқ, ол бірінші рет ұсталса да адам мас күйінде ұсталса рөлде. Сол 15 сөткеге және 7 жылға жүргізу куәлігінен айырылады. Бірден айырылады. Ол расында да енді қатаң тәртіп екен. Қатаң, жақсы. Бірақ енді осының өзінде де рөлде отыратындар бар дейсіз ғой, осындай тұлғалар. Енді ол өте қиын нәрсе ғой. Адамның өміріне қауіп төндіреді ғой бұндай адамдар. Енді мына жалпы жол қозғалысының ережесін бұзушылық факторларын азайту, атқарылған жұмыстарға тоқтала кетіңіз, өйткені бұл жөнінде де сіздер ұшан теңіз жұмыс атқарып жатырсыздар. Енді бір айтылса, бір айтылмай жатыр деген сияқты. Бағдаршам туралы да айта кетсеңіз. Осы біздің Петропавл қаласында жалпы саны 2804 бағдаршам бар. Осы көбі өздеріңіз көріп жүргендей, көп бағдаршамдар қазір өте жақсы көмектеседі осы жол қиылыстарында. Осы жылы 2020 жылдың басынан 4 қаланың қиылысында бағдаршам орнатылды. Ол бағдаршамдар өте автокөлік жүргізушілеріне өте ыңғайлы. Жүргенде әр бағдаршамның уақыты, қаншама уақыт қалды жүруге, адамның рөлде отырған кезіндегі жүру қозғалысты бастайтын уақытты, қашан жүру керек екен, қай уақытта қозғалу, қай уақытта тоқтау керек екені жақсы көрініп тұрады. Алдын ала дайындалу және жол көлік уақиғаларын болдырмау үшін өте жақсы бағдаршамдар орнатылды қазіргі уақытта. Әлде орнататын көшелер бар ма? Әлде орнататын қиылыстар бар, ол осы бюджетпен қаралатын шығар деп ойлаймыз осы 2021 жылы. Расында да ең көшенің қиылысы, ең қауіпті жерлер ғой? Ең қауіпті жерлер, халық көп өтеді, халық кейбір адамдар ол бағдаршамға қарамайда өтіп кетіп жатқан кездер бар. Енді ондайды болдырмауға тырысамыз. Тәртіпті сақтамайтын адамдар бар дейсіз ғой.
Және жолсыз жермен өтіп кететін адамдар да кездесіп жатады. Азаматтар енді әкімшілік кодексінің 615 бабымен айыппұлға жазаланады. Енді былай қарасаңыз, көбі түсінбегендіктен, асыққандықтан жолға шығып кетіп, сол жол көлік оқиғасының сол себепкері болып жатады. Туындауына себепкер болады дейсіз ғой. Енді негізі осы 20 жылдың ішінде осындай айыпқа тартылған адамдар болды ма? Мысал келтіре аласыз ба? Осы айыпқа келтірген 615 бап бойынша ондай азаматтар бар. Көп деп айтуға да болады. Қай жастағы адамдар негізі? Көбіні ол 18, 16, 20-ның арасында, 20-25-тің арасында жастар. Көп ол студенттер, оқушылар, мысалға осы жылы осы пандемия кезінде сол жұмыс атқарып жатқанда асығат адамдар. Жұмысқа барады, студенттер мысалға кейбіреулері қашықтықтан оқыса да, жұмыста өзінің жұмыстарымен қозғалып жүргенде қалада осындай 615 бапқа айыппұлға ілігіп атқан азаматтар бар. Ал енді бірден саласыздар ма айыппұлды негізі? Біріншіден, ол енді адамға өзі мойындап, өзінің қателігін түсінсе, онда ескертуді айтуға болады. Оны лезде айыппұл салып жібере салу емес мақсат. Ол ең бірінші профилактика. Осы жолды дұрыс жермен, жақсы өтетін жерлермен, автокөлік жүрмейтін жерлермен өтуге тырысу керек. Соны айтқым келеді. Расында да ол көлік жүргізушіге де зиян. Өзіне де зиянды, денсаулыққа зиянды. Көшелер мен қоғамдық орын деп жатамыз ғой. Осы орындарда азаматтардың қауіпсіздігі мен тыныштығын жалпы сақтау керек қой енді бұндай орындарда. Енді бұл жерде құқық бұзушылыққа жол берілген, жылдам әрекет ету үшін қанша адам күші және техника жұмылдырады? Сұрағыңыз дұрыс. Осы біздің Петропавл қаласы жергілікті полиция қызметінің өзі қоғамдық тәртіпті және халықтың тыныштығын сақтау үшін біз өзіміз сондай бағдарлар құрастырамыз. Мысалға, таңертең, мысалға, Конституция көшесі болсын, қай көше болсын, халық көп жүретін жерлерге біз полиция қызметкерлерін қызмет атқаруға жібереміз. Кезекшілікке жібереміз, дұрыс айтасыз. Соның нәтижелері де бар. Мысалға, халық полиция қызметкерлерін көріп ойланады. Әкімшілік құқық бұзушылық болсын, қылмыстық құқық бұзушылық болсын, ол кішкене адам сескенеді полиция қызметкерлерін көргеннен кейін. Осы жылы енді пандемия уақытында да біз өте көп полиция қызметкерлерін осы жұмылдырылдық, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге. Оның өзі нәтижесі де бар. Көріп отқанда, оны мысалы айта кететін болсақ, пандемия уақытында көп адамдар ондайды, енді былай айтсаңыз, қысқаша айтқанда, ондайды көрмеген. Карантине бірінші рет бетпе-бет кеп тұр. Сол пердені кию, мысалға, соған профилактикалық жүреді, әңгімелесу, мысалға, сондай жұмыстар атқардық. Енді нәтижесі бар, енді қазір уақытта. Сол ақырын жұмыс атқарып жатырмыз осы бағытта. Әрине, бет-пердеге де үйренгенше бірталай уақыт өтті ғой адамдар. Дұрыс айтасыз. Енді мына көшелер мен жаңа қоғамдық орын деп айтып жатырмыз ғой, осында негізінен қандай құқық бұзушылықтар орын алып жатады? Олардың енді алдын алу бағытында сіздер жұмыс істеп жатырсыздар. Қандай жұмыс істеп жатырсыздар, қандай шаралар қолданып жатырсыздар деген сияқты? Мысалы, көше мен қоғамдық жерлерде енді адам өздеріңіз білетіндей көп жүреді. Мысалға, көбіне енді құқық бұзушылық енді көбіне жастардан шығады, жас қыз балалардан. Олар мысалға темекі шекседі, қоқыс лақтырады. Сол қоқыс лақтырғанда 434 бап бойынша әкімшілік кодексінің жазаға қазіргі кезде 434 бап қазіргі кезде әкімшілік сотта қаралады. Немесе біз өзіміз процессуалдық шешім қабылдаймыз, біздің полиция қызметкерлері. Ол 5 айлық есепте көрсеткіште сондай жаза қолданамыз. Мысалға сот болса, ол мысалға құқық бұзушылық әкімшілік әртүрлі болады. Мысалға қоғамдық жерде
ол мысалға бір адам екінші адамды балағаттаса жаман сөздермен, бұл бапты әкімшілік сот қарайды. Мысалға қоқыс темекінің қалдықтарын лақтыратын болса, онда біз өзіміз шешім қабылдаймыз, процессуалдық шешім. 5 айлық көрсеткіш. Сол қазіргі кезде сондай жақсы жұмыстар атқарылып отыр. Негізі шамдарды сындырып кету, саябақтарда орындықтарды сындырып кету де кездесіп жатыр ғой. Бұзақылықтар бар. Ол ірі ұсақ бұзақылықтар. Қазіргі уақытта қалада жақсы бейнекамералар орнатылған, 400-ден астам. Сол видеокамералар арқылы жақсы нәтижелер, қылмыстар, ауыр қылмыстар ашылып жатыр. Мысалы, біздің Петропавл қаласында 13 учаскелік полиция пункті бар. Сол учаскелік полиция пунктінде әрбір учаскелік полиция пунктінде 30-40 камерадан бар, бейнекамералар бар. Сол бейнекамералар арқылы қазіргі кезде жақсы нәтижелер бар, ауыр қылмыстар ашылып жатыр. Әкімшілік құқық бұзушылықтар сол камера арқылы мысалға сот процесі боларда кейбір азаматтар өзінің сол әкімшілік бұзушылық жасаған мойындағысы келмейді ол көбі. Соны дәлел ретінде сол жақсы жұмыс атқарып жатыр. Осы бейнебақылаудың арқасында негізі қылмыстарды ашуға көптен көп себебін тигізіп жатыр, жақсы болады. Негізі расында да. Енді мына карантин деп жатырмыз ғой, карантин кезінде сіздер көп жұмыс атқардыңыздар. Енді ол оңай жұмыс емес қой, негізі полицияның жұмысы деген. Көшеде тұру, әрбір сол тәртіпке жауап беру деген сияқты адамдарда. Осы кезде қандай жұмыстар сіздерге қиын тиді? Енді біріншіден айта кететін осы карантин кезінде өте бір қиын кезеңдердің бірі болды деп айтуға болады осы 2020 жыл. Ауыр кезең деп айтсақ та. Ауыр кезеңдер, себебі халық енді біздің қажет деген сол нәрсені былай істеңіздер дегенді көбі халық түсінбейді ғой. Соны енді мысалға эпидемиолог кезеңде санэпидемстация дейді ғой, орысша айтқанда. Соның жұмыскерлерімен және әкімшіліктің, қалалық әкімшіліктің нелерімен, қызметкерлерімен біз учаскелік полиция инспекторлерімен бірігіп, осы қоғамдық жерлерде халықтың осы мана айтылған сияқты бетперде кию, қалай кию керек екенін, соны профилактикалық жұмыстар жүргіздік. Солтүстік Қазақстан облысының санитарлық дәрігерінің қаулылары бар ғой. Сол қаулысының мысалы қазіргі кезде сол қаулының ең жеңілдетілген түрі жүріп жатыр. Себебі мынау біз қазір Солтүстік Қазақстан облысы қызыл жаман аймақтан шығып жатырмыз. Сол өте ол да біздің бір қуанатын жағдай деп айтуға болады. Себебі полиция қызметкерлері сол өзінің жұмысында адал, жақсы қызмет атқарғанның нәтижесі деп ойлаймын. Сол айтқым келеді. Ерінбей. Ерінбей, мына халық үшін қырағылықтан. Кейбір адамдар енді сол біздің жұмысымызды кейбірлер түсініп жатыр, кейбірлер түсінбей жатыр. Бағаламайтын адамдар бар. Өзінің денсаулығын ойламайтындар, туысқандарының, мысалға осы COVID-19 вирусын жұқтырғандар мысалға өзі ғана ауырып қоймайды ғой. Ол өзінің туысқандары бар, үйіне апарады. Жұмысындағы адамдарға да жұқтырады. Жұмыста істеп жүрген әріптестеріне жұқтырады, сол сияқты. Енді бұл Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 425 бабы бойынша қарастырылды. Бұл енді біз сол 425 бап бойынша материалды бірінші жинап, сол құқық бұзған азаматты немесе мекеменің бастықтарын, сол жұмысқа жауапты, сол мекеменің адамдарын түсініктеме алу арқылы сол санэпидемиолог станциясына біз материалды жібереміз. Сол материалды олар әкімшілік сот арқылы айыппұлмен жазалайды. Ол мысалға жай азаматтарға ол 30 айлық көрсеткішке дейін жаза қолданылды көбіне. Содан кейін үлкен мысалға дүкендер, ойын-сауық кешендерінің бастықтарына оларға енді 600 есептік айлыққа дейін 300-600 айлықтың есептік айлықтарының арасында сондай жаза қолданып жатыр. Қазіргі кезде енді оның барлығы сотқа жіберілді. Енді ол
біздің жұмысымыз емес, біз өзіміз соны жібергеннен кейін сол қадағалап жүреміз барлығын. Қалай жазаланды ма адам, жазаланбады ма? Қандай шара қолданды деп дейсіз ғой? Қалай шара қолданды. Енді мына жалпы қоғамдық орындарда мас болып жүрген адамдарға сіздер қандай шара қолданасыздар? Олармен қандай жұмыстар атқарасыздар? Қоғамдық орындарда мас күйінде жүргенге біздің Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 440 бабы бойынша шаралар қолданылып жатыр. Ол енді бұрыннан келе жатқан бап деп айтуға болады. Ол бап енді 440 бап, мысалға адам өзін-өзі қоғамдық жерде мас болып, мысалға дұрыс ұстай алмаса, ішімдік ішіп жатқан жерінде ұсталынатын болса, онда өз-өзін үсті басы қапқа кірі болып, дұрыс жүрмесе, өзінің іс-әрекетіне жауап бере алмаса, біз оны мынау Исмайлова көшесінде орналасқан, енді қалай айтуға, ес жидыратын мекеме бар. Сол ес жидыратын, уақытша ес жидыратын мекемеге апарып, сол кезде медициналық сараптамадан өткізіп, содан кейін медициналық сараптаманың нәтижесі бойынша 440 бап бойынша шара қолданамыз. Ол айыппұл 5 айлық көрсеткіш. Егер сол айлық көрсеткішті адам төлеуге шамасы келетін болса, бір жұманың ішінде біз Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 811-812 баптары бойынша ол айыппұлды екіге бөліп төлеуге құқығы бар. Ол жеңілдік деп ойлаймын. Енді әр адам өзінің жағдайына байланысты енді соны төлейді айыппұлды. Көбі енді солай біздің сол айыппұл жазғанға ренжіп, сөйтіп ентіп атады. Өздерінің істеген мойындай алмай атады. Мойындағысы келмейді ғой кейбір адамдар. Енді мына жалпы қоғамдық орындар болсын, тыйым салынған жерлер болсын, кейбір адамдар темекінің қалдықтарын қалай болса солай лақтырып, шылым тартуға тыйым салынған жерлерде шылым тартып тұратын адамдар бар. Олармен қандай жұмыс жауапкершілік қарастырылған бұларға? Енді темек шегетін адамдар, енді оларға темек шекпе деп айту бір жағынан дұрыс та емес. Енді мысалға бірден тыйым салып тастау. Бірден тыйым сала алмаймыз. Енді адамның ол дағдысы ма, ол адам өзі біледі ғой. Мысалға өзі қоя алады, немесе жалғастырады темек шегуді. Мысалға көбіне ол қоғамдық жерлерде, мысалға саябақтарда, мысалға денсаулық мекемелерінде көбі сол науқастардың, кейбірлері науқастардың өздері далаға шығып темек шегеді. Сол темек шеккенде біз Қазақстан Республикасы қылмыстық әкімшілік кодексінің 441 бабы бойынша әкімшілік жаза қолданамыз. Ол енді 3 айлық есептік айлық айыппұл болады. Енді былай қарасаңыз, ол көп емес, оның жартысын төлейді. 3000 теңгеден астам айыппұл. Енді көбі солай, мана айтқан сияқты, сол келіспейді сол айыппұлмен. Сотқа жүгінеді, мен темек шеккен жоқпын, деп. Енді қазір кезде енді технология барлық дамығаннан кейін, қазір әр полиция қызметкерлерінде мына бейне баяндар, видео жетон дейді қазір. Сол бейне баян арқылы сол өзінің дәлелдеп, сот болсын, қандай әкімшілік құқық бұзушылық болса да, сол төлеген айыппұлы барлығы бірден дәлелдеп бірден дәлелденіп шығады, барлығына. Ұсақ қылмыс болсын, ірі қылмыс болсын. Енді мына әкімшілік құқық бұзушылық туралы не айтасыз? Әкімшілік құқық бұзушылық енді әртүрлі болып келеді ғой. Адамның енді сана сезіміне байланысты, мысалға кейбір адамдар өзінің былай мінезіне байланысты, кейбір адамдар енді өзінің сондай заңды білгеннен сондай жақсы да жаман жақтарын істеп жатады. Енді сол әкімшілік құқық бұзушылыққа біз енді лезде мән береміз. Мысалға жол полициясы қызметкерлері болсын, учаскелік полиция қызметкерлері болсын, енді сол осы әкімшілік құқық бұзушылықты барлығымыз бірдей істетпеуге тырысамыз. Мысалға
мына автокөлік жүргізетін адамдар көбіне мысалға мана айтылған сияқты темекі шеккеннен кейін сол темекінің қалдықтарын терезесін ашып жолда лақтыра салады кейбіреулер. Ондай құқық бұзушылар бар. Оны көптеп кездеседі. Иә. Оны біз Қазақстан Республикасының 505 бабымен жауапқа тартамыз. Иә. Сондай фактілер бар. Негізі мәшинеде келе жатып, темекінің қалдықтары болмаса да басқа заттар лақтырып келе жататын адамдар талай кездестірдік. Бар. Енді мына 2020 жылы ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандардың жазасы да қатаңдаған болатын. Осы жалпы өңірде қанша ауыр қылмыс жасалды? Соны айтып кетіңіз, және мысал келтіріп. Мысалға ауыр қылмыс енді ол біздің қалада ғана емес, енді түгел Қазақстан бойынша бар деп айтуға болады. Мысалға соңғы бір деректі айта кетсек, мына Петропавл қаласы Назарбаев көшесінде ауыр қылмыс жасалды. Ол Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабының 3-ші тармағына байланысты. Ол Toyota Land Cruiser автокөлігін Есіл ауданы Покровка ауылының азаматтары ұрлап, сол мына қызметтік іздестіру барысында ол автокөлікті мен өзім, мысалға қасымда болған әріптестеріммен Новоникольская және Вознесенка ауылдарының арасында сол автокөлікті қуып, сол автокөлікті тоқтатып, сол өзінің сол қылмысты бірден ауыздықтап, сол автокөлікті өзінің иесіне қайтардық. Енді бұл өте біздің бір жақсы жұмыс көрсеткіштер, нәтиже деп айтуға болады. Әріптестерімнің және осы барлық полиция қызметкерлерінің қырағылығының арқасында. Енді осындай қылмыстар сіздерде жиі болып тұра ма, ауыр қылмыстар? Енді қазіргі кезде ондай қылмыстар көптеп кездеспейді. Себебі азаматтар, енді қылмыс жасайтын азаматтар мысалға аяқ астынан бара салмайды қылмысқа. Олар дайындалады, мысалға. Бұрын түрмеде отырған болуы мүмкін. Бұрын түрмеде отырғандар, мысалға жұмыс күйі жоқ адамдар, қылмысты жасап көргендер, сондай адамдар енді жасайды деп ойлаймын қылмысты. Бұрын қылмысқа қатысы бар адамдар жасайды дейсіз ғой? Бұрын қылмысқа қатысы бар адамдар жасайды. Мысалы, бұрын сотталғандар, мерзімінен шартты түрде ерте босап шыққандар. Солар. Ал енді жазасын өтеп шыққандар деп жатырмыз ғой. Осы туралы не айтасыз қазір? Жазасын өтеп шыққан азаматтар енді қазіргі кезде бар. Олар біздің бөлімде есепте тұрады, профилактикалық есепте. Олармен қазір уақытта жақсы жұмыстар өткізіп жатырмыз. Оларды мысалға мекен-жайы бойынша тексеру, жұмыс жағдайы, отбасының жағдайы, бала шағасы бар ма, жоқ па, жұмысы бар ма, жоқ па, социалдық көмек көрсетіліп жатыр ма, оларға соның барын тексереміз. Ол біз ғана емес, осы Петропавл қаласы пробациялық бақылау дейді ғой, соның қызметкерлерімен бірлесе осы мекен-жайын бойынша тексеріп, мысалға олардың кейбіреулерінің сот үкімі бойынша кейбіреулерінде оқшаулаулар болады. Мысалға үйінен кетпеу, үйінде отыру, басқа қала бармау, мысалға біздің қызметкерлерден сұранбай кейбіреулері мекен-жайларын ауыстырып жатады. Соларға жазаны енді лезде қолданбаймыз. Ең біріншіден профилактикалық сөйлесулер жүргіземіз. Түсіндіру арқылы жұмысты атқарып жатырмыз. Жалпы енді осы бағдарламамызды қорытындылай кетсек, осы 2020 жылы құқық бұзушылық төмендеді деп ойлайсыз ба? 2020 жылы 19 жылға қарағанда жақсы төмендеді деп айтқым келеді. Ол шындық, ол жай сөз емес. Себебі мысалға ол біздің полиция қызметкерлерінің ғана жұмысы емес деп ойлаймын. Ол қоғамның жұмысы, мысалға полиция қызметкерлерінің көмекшілерінің жұмысы. Халық мысалға полицияға жақсы көмектесіп, өзінің жәрдем беріп, осылай қол ұшын беріп отырса, мысалға қылмыс болмайды деп та айтуға болады. Азаю тіпті айтасыздар ғой. Азаяды, өте жақсы азаяды.
Осылай алтын уақытыңызды студиямызға бөліп келіп, халыққа осындай маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін біз сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.қызылжар.tv.kz сайтынан көре аласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.